Mustafa Tәуекел өткенде алдыңғы уақытта бір жұмыстастармен сөйлесіп едім. Бала тәрбиесі жөнінде сөйлестік. Сол кезде айтамын ғой, үйде балдарды мамалары ұрады кішкене. Қағып жібереді енді былай. Профилактикалық бағыттан өлтіріп саба алмайды да дедім да. Соған ойбай баланы ұруға болмайды дейді. Сосын айтамын, ой ол тентек болып вообще тыңдамай сені қарсы шығып тұрса не істейсің десем, балам олай болмайды. Қой деп айтады екен. Сосын жақсы дедім. Сосын мен айттым енді, мамалар кішкене бізде кішкене жайлап қақып қояды арасында, бірақ ол андай бір ұрып соғу емес деп. Енді сен қалай ойлайсың? Үйде мамалары балаларды тыңдамай жатса, кішкене ұрып соғып жүрген дұрыс па, дұрыс емес пе? Дұрыс. Неге? Сол. Сен мысалы ұрмаса сабақ оқымайсың да, ұрса оқисың. Сен қалай ойлайсың? Ұру керек па? Жанды жіберу керек па? Сен сабақ оқымай тыңдамай отырсаң, не істейді анасың сен? Ютубқа салып қоямын, Тәуекел мен. Абу.